Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Ағылшын тілін 0-ден бастап үйрену сабақтар желісінің 6-шы сабағына келдік. Ең алдымен үй жұмысын тексерейік. Үй жұмысына сіздерге дәл осы сөздердің транскрипциясын жазу берілген болатын. Транскрипциялардың жазылу реті осындай, бір оқып шығайық. Happy, lady, hair, bought, bark. Дәл осы сөйлемдерді сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Кеттік. I save a file. I hide a lime. I made a kite. I go to a bar. I hope to drive home. A happy baby. A kind lady. To stare. A sharp stone. Берілген сөздерді бірге оқып шығайық. Hair, шаш. A star, жұлдыз. To shake, қимылдату. A party, той немесе сауық кеш. Ал енді біз бүгін сіздермен и әрпінің оқылу ретімен танысатын боламыз. Ашық буындағы дауысты дыбыстар дәл алфавит бойынша оқылады. Сол үшін ең бірінші бағанда тұрған и әрпі дәл солай оқылады. Мысалы, be, she, me, Steve. Ал жабық буында и әрпі экскалатор дегендегі әрпімен оқылады. Мысалы, step, kept, egg. Мен оқимын, менен кейін дауысыңызды шығарып қайталаңыз. Belt, tan, melt, kept, desk, belly, pen. Ал енді дәл осы оқылу реті бойынша сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Кеттік. Fat, bell, dent, bent, left, levy, medal, mess, mash. Өткен сабақтардан S және H әріптері бізге Ш деген дыбыс беретінін білдік. Ал енді осыған Ч әрпін қосайық, дыбысын қосайық. C және H әріптері бірігіп бізге Ч деген дыбысты береді. Дәл осы ережеге сәйкес сөздерді оқып көрейік. Мен оқимын, менен кейін қайталаңыз. Bench, fetch, lash, patch, bash, latch, match, dash, sketch, egg, жұмыртқа. Kettle, чайник, шайнек. Pen, ручка. Bed, төсек. Сабақты қорытындылай келе, бүгін сіздермен не үйрендік? И әрпінің оқылу ретін бастадық.
ашық буында и, жабық буында деп оқылатынын білдік. Сонымен қатар ш және ч деген дауыстардың қандай әріптерден құралатынын білдік. Ал енді үй тапсырма. Экранда берілген сөздердің барлығының транскрипциясын жазып шығыңыз. Екі әріптердің ортасында апостроф тұрғанын байқап тұрған шығарсыздар, үстіңгі шетінде үтір. Ол дегеніміз сол буынға екпін түседі деген сөз. Осыны ескеріп, міндетті түрде тапсырманы басынан аяғына дейін орындаңыз. Міндетті түрде видеолардың барлығын рет-ретімен көріп, түсінбеген сабағыңызды қайта көріп шығуға кеңес беремін. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye.